видео сабақта сіздермен бірге пошагово таргет жарнамамызды қосатын боламыз. Таргетте бізде общий 11 цель, 11 мақсат жаңағы жарнама жіберудің, и соның каждыйын біз қарастырып көреміз. Енді біз таргетке жіберу үшін жарнамамызды Facebook'a кіреміз, осындай үлкен меню тереземізге. Потом бізге Ads Manager, яғни біздің личный рекламный кабинетке кіру керек. Личный рекламный кабинетті қалай ашуға болады? Оған сіз кірген кезде ол автоматически ашылады. Получается, біз қалай кіреміз? Мына жерде менде уже дайын тұр Ads Manager деп, егер де сіздерде мына жерде мына терезелерде, сол жақ терезеде Ads Manager деген нәрсе болмаса, то біз былай кіреміз. Мына жерде бізде стрелочка бар, стрелочкаға басамыз. Настройки конфиденциальность, настройки. Ой, не, извините. Мына 9 жаңағы кнопочкаға басамыз менюге, потом реклама деп басамыз. Реклама. Енді осылай бұл терезеге кіргеннен кейін бізде сразу астымызда ищите больше инструментов, перейти в Ads Manager деген сіздерге терезе шығу керек. Сразу перейти в Ads Manager деп біз басып кетуіміз керек. И біз автоматически өзіміздің личный рекламный кабинетке кіреміз. Ads Managerға кірген бетте бізде автоматически личный рекламный кабинет ашылады. Енді біз бұл жерде қандай настройкалар жасау керекпіз? Настройкалар бұл жерде өте аз, тек қана бір ғана настройка почти что. Біз мына жерде настройка дегенге кіреміз. Настройки, жаңағы неге кіреміз? Шестеренкаға. Потом бізде настройка рекламного аккаунта деп шығады. Платежи компании. Біз өзіміздің таргет жарнамамызға өзіміздің карточкамызды тіркеуіміз керекпіз. Открыть настройки платежеге кіреміз. Потом қараңыздар, бізде мына жерде текущий баланс, менде қазір задолженность $18 деп тұр. Біз осы жерде де төлей аламыз, или телефон арқылы реклама деген приложение арқылы да төлей аламыз. Енді қараңыздар, біз мына жерде способы оплаты дегенге басамыз, добавить способ оплаты. Потом Казахстан, например, регион, валюта доллар, часовой пояс осындай. И именно осындай место и валютаны біз тек қана бір ақ таңдаймыз. Получается, и настройки местоположения и валюту нельзя будет изменить деп тұр, и бір таңдаймыз, и все. Егер де сіздер бірнеше рет таңдайтын болсаңыздар, аккаунттарыңыз сіздің жаңағы личный рекламный кабинет өшіп блокқа түседі, потом екіншісі автоматически ашылып, сөйтіп проблема болады. Поэтому сіз егер де мына настройканы бір рет жасайтын болсаңыз, все, бір жасайсыз, потом уже екінші рет жасай алмайсыз. Поэтому сразу дұрыстап Қазақстан, дұрыс доллар или рубль деп дұрыстап таңдап қойыңыздар. Так, сөйтіп біз өзіміздің жаңағы способ оплаты жасай аламыз. Получается, мен егер де жаңадан способ оплаты жасағым келсе, мен бірінші место и валюту таңдап аламын, потом барып уже өзімнің карточкамды тіркеймін, например, номер карточки, срок истечения и там артындағы 3 коды. Соның бәрін тіркегеннен кейін, менде менің сияқты не виза деп, осындай карточкам тіркеледі менің, основной деп тұр. И барлық жаңағы нелер, қашан ақша алынды, соның барлығы жазылып тұрады, статус оплачено, соның барлығы жазылып тұрады. Все. И ешқашан қорықпаңыздар, то сіздердің таргеттеріңіз артық ақшалық қояды деп олай емес. Бұл жерде супер прям контроль, супер безопасность, и сізден даже көк тиын де алмайды, бір тиын де артық алмайды. Тек қана өзіңіз жаңағы рекламаға жұмсаған ақшаңыз ғана алады, и все. Получается, настройка платежа осы жерде, только осы жерге біз өзіміз карточкамызды тіркейміз, и все. А басқа жерде бізде все, ешқандай настройка жоқ. Енді шығып кетейін, мен сіздерге қазір уже рекламаны жаңағы жіберуді үйретемін. Реклама жіберу үшін біз қазір мен сіздерге мына терезеде қандай функциялар бар екенін түсіндірейін. Мына жерде компания деп тұр. Компания деген не? Бұл жерде біздің рекламный кабинеттің номері. Мына жерде ID рекламного кабинеті 11, 33, 19, 50, 60, вот именно біздің ID рекламного кабинет осы. Енді біздің жаңағы жарнама, как это делать, вообще жарнаманың структурасы қалай? Бізде бұл жерде 3, получается, как матрешка сияқты 3 бізде жаңағы не бар, функция бар, 3 бөлім бар. Біріншісі ол, қазір айтайын, группа, біріншісі ол бізде компания, потом группа объявлений, потом объявление. Получается, компания деген бізде үлкен бір папка, группа объявлений деген компанияның ішінде бір 4-5 группа объявлений болуы мүмкін, и сол каждый группа объявленияның ішінде жеке-жеке объявлениялар. Оны қазір өздеріңіз түсінетін боласыздар. Компания деген, сонда компанияның мақсаты бізде ол жарнаманың мақсатын таңдау. Жарнаманың мақсаты деген қалай? Создать деп басайын не? Бізде жарнаманың 11 түрі бар деп айттым, ой, то есть 11 түрлі мақсаты бар. Узнаваемость бренда, трафик, вовлеченность. И компания дегенге, получается, біздің қандай жарнаманың мақсатын таңдау. Вот сол жарнаманың мақсаты кіреді компанияға. Потом группа объявлений дегенге
бізге сол вкладкаға уже біз жаңағы өзіміздің аудиторияларымызды таңдай аламыз, жаңағы кімге жіберетінімізді, қай қалаға жіберетінімізді, қанша теңге жіберетінімізді, соның барлығын біз группа объявление ішінде жасай аламыз. И соның ішінде уже біз объявление именно қандай макет салатынымызды уже біздің барлығын объявление ішіне саламыз. Біздің получается жарнама жіберу үшін осы 3 этапты, 3 как бы типа анкетаны толтырып қана біз өзіміздің жарнамамызды жасай аламыз. Так, енді так. Сіздермен бірге біз жарнамалардың мақсаттарына келейік. Егер де біз өзімізді көпшілік аудиторияға көптеп көрсеткіміз келсе, танымал болғымыз келсе, біз осыны қойсақ болады, осы жарнамаларды қолдансақ болады. Бұл жерде қалай? Получается, біз Ламода, Яндекс, тағы Netflix сияқты неше түрлі компаниялардың жарнамасын кейде көреміз ғой. И вот солар бізге вроде как бы өздерінің узнаваемостерін жоғарылатқысы келеді, танымалдығын арттырғысы келеді да, и тупо көпшілік аудиторияның алдына өздерін шығара береді. И біз тоже осы жаңағы нені қолдануымызға болады. Или келесі вот рассмотрение деген трафик, вовлеченность дегендер бізде трафик деген біз егер өзімізге оқырман жинағымыз келсе, адамдарды өзіміздің блогымызға алып келгіміз келсе, то трафик жаңағы мақсатын таңдауымызға болады. Вовлеченность деген ол таргет жарнамасының ішіндегі официальный накрутка лайков деп айтсақ болады. И бұл самый официальный түрі. Біз вовлеченность мақсатын таңдайтын болсақ, какой-то определенный таңдайтын постымызға или сторис емес, постқа біз сторис, постқа біз өзіміздің лайк, комментарий, сохранение, репост, вот осы нәрсені біз вовлеченность несі арқылы таңдай аламыз. Установки приложения деген ол керек емес, ол приложение жасайтын адамдар үшін. Просмотр видео деген тоже онша қатты өтімді емес. Генерация лидов тоже не очень. Сообщение деген ол салон красоталарға, например, сразу сообщенияға жазатындай етіп, бұл жарнама көріп тұрып, сразу сообщенияға кіре алатындай етіп, вот осылай жасауға болады. Но бұдан қарағанда лучше трафик ыңғайлырақ, потому что по-любому сообщение жазу үшін по-любому парақшаға кіру керек қой. Келесі пункт бізде конверсия деп аталады. Конверсия, продажи по каталогу, посещаемость точек. Конверсия деген бұл жерде уже посещаемость точек деген мен сіздерге алдын сабақтарда айтып едім ғой, то что егер офлайн дүкен болатын болса, соның маңайына біз таргет жіберіп, и соның маңайындағы адамдарды өзімізге біз жаңағы шақыра аламыз. И конверсия деген, например, біз өзіміздің сайтымызды жіберетін болсақ таргетке, и сол сайт бір вебинарға шақыратын болсақ, и сол вебинарға тіркеліп, қатысып, жаңағы сол жарнама арқылы келген бізге әрбір адам бір конверсия болып есептеледі. Бір конверсия, бір клик, бір адам саны деген сияқты. И мен көбіне конверсия деген бұл жерде ештеңені қолданбаймын, кроме трафик. Тек қана трафик қолданамын. Егер де сіздердің жаңа мақсаттарыңыз, блогтарыңызға оқырман алып келу, или клиенттеріңізбен жұмыс істеу барысында оған клиент алып келу, оқырман алып келу керек болатын болса, тек қана трафикті қолдансаңыздар болады. Например, или можно вот посещаемость точек можно, или вот охват, узнаваемость бренда тоже можно вот офлайн магазиндерге істеуге, потому что это танымалдылығын арттыру үшін тоже жақсы келеді. Или бір какой-то постыңызға срочно көп лайк керек болатын болса, вовлеченность қосуға болады. Мен сіздерге қазір трафикпен көрсетемін. Барлық жаңағы жарнамалардың түрлері, олар в принципе барлығы бірдей. И мен сіздерге қазір барлық мақсаттың түрі барлығы бірдей іштеріндегі жаңағы внутренностьтары қалай істеу керек екенін мен сіздерге өзім үйреніп қалған трафикте көрсетіп үйрететін боламын. Енді біз өзіміздің парақшамызға оқырман жинау үшін трафикті таңдаймыз деп айттым, қалай кіргенімізді айттым, вот создательға басамыз, потом трафикке басамыз, потом продолжитке басамыз. Потом біздің алдымызда қандай терезе шығады. Біздің алдымызда мен сіздерге айттым, компания деген бар, новая группа объявление бар и новое объявление деген бар. Новая компания, новая деп атайды, потому что бұл жаңадан ашылған. И біз компанияның атын қою керек. Компания деген ол как бы біздің бір жарнамамыз, бір жарнама вкладкамыз. И соның атын қою керек, чтобы дальнейшем шатас кетпес үшін. Например, инстахакер деп айта салайын. Инстахакер. Бұл жерде өзіңіз білесіз, бұл жерде сізден тексермейді, там неме ат қойды, оның бәрі қарамайды, просто чтобы бұл өзіңіз шатас кетпес үшін, ертең сіз бірнеше жарнама қоятын болсаңыз, чтобы они не путались друг с другом. Келесі особой категория рекламы деймізге керек емес. Бұл жерде в основном кредит, работа, жилье, анамно онша қатты бұл жерде маңызды емес. Бұл жерде так, закупочный аукцион, цель, ештеңе керек емес. Все. Бұл осы, получается, компанияда біз тек қана өзіміздің жарнамамыз мақсатын таңдаймыз. Мақсаты бізде, яғни трафик.
и название компании таңдаймыз, и все. Дальше бізде далее деген кетеді. Далее деген мына астында, мына оң жақ астында тұр. Далее деп соған басуға болады, или уже сразу новая группа объявлений деп сөйтіп далее өтуге болады. Енді келесі новая группа объявлений. Значит, тоже можно написать название какое-нибудь. Дальше, например, трафик. Выберите, куда вы хотите направить трафик. Сайтта тұра берсін, приложение, мессенджер, WhatsApp-қа керек емес, сайтта тұрсын. Динамический креативы керек емес, предложение керек емес, бюджет и график. Бұл жерде біз уже дневной бюджет деген қоя аламыз, бюджет на весь срок деп қоя аламыз. Дневной бюджет деген бізде получается тек қана жарнамамыз күндіз активно жасалады да, а түнде кішкене тоқтай тұрады, потому что түнде көбісі ұйықтайды ғой біздің часовой пояс бойынша. Ал егер де бюджет на весь срок действия деп қоятын болсаңыз, то сізге получается дневной бюджетте еще сізде получается күніне сіз $5 деп қойдыңыз ба, күніне тек қана $5 жұмсалады. А бюджет на весь срок действия деген, например, сіз бір аптаға $50 қойдыңыз ба, и бір аптаның ішінде он может, например, бір күнде $10 жұмсауға, бір күнде $2 жұмсауға. Бұл уже аудитория қалай реакция береді жаңағы рекламаға, сол бойынша, например, көп реакция келіп жатса, например, көп, то есть жаңағы клик басып, көп блогыңызға тіркеліп жатса, онда сол күні көп ақшаны жұмсап жібереді, а бір күні азайып қалса азғып жібереді. И получается, Facebook өзі управляет всем. Но я советую лучше дневной бюджетке қойып, определенный қанша ақша қойдыңыз, сол ақша кеткені более ықтимал. Дальше $20 деген слишком көп. Мен в основном $5 қоямын, но сіздер пока вы можете где-то 2 или $1 бастап көруге. $1. Бұл жерде несі шектеусіз, саны шектеусіз, өзіңіз білесіз қалаған сумманы қоюға, но қатты үлкен сумманы да, қатты кішкентай минимальный сумманы да қоюға мен сіздерге кеңес бермеймін. Ну, бастапқы кезде попробуйте $1-2, но потом постепенно көтеріп жоғарылатсаңыз бағаңызды, соответственно, нәтижесінде келетін адамдар сапасы да жақсарады. Келесі дата запуска, например, бүгін келесі дата окончания можем, например, на месяц поставить, например, 31 декабрьға шейін, или 4 декабрьға шейін, или вот ноябрьдің 24-іне дейін, например, қойып қоямыз. Так, например, 17-шіне қояйын мен, 17 жаңағы декабрьге дейін. Біз ең алдымен өзімізге местоположение іздеуіміз керекпіз. Изменить деп басамыз. Местоположение бізде астына стрелочкаға бассаңыздар, Қазақстанда включить все регионы, включать только города, исключить только города деген сияқты бар. Мен всегда включать только города деймін, и именно Қазақстанның қалалары бойынша бізде жиналатын болады. Или егер сізде, например, чисто Астана қаласындағы бизнесіңіз болатын болса, то былай жасауға болады, қараңыз. Так, қараңыздар, мына жерге, например, мен ағылшын жазайын, чтобы он понял. Астана. Нұрсұлтан Ақмола деп шықты. Вот біз өзіміздің қаламызды өз тауып аламыз. И, например, Нұрсұлтан қаласының слишком шет жақтарын көрсетіп тұр ғой, и біз именно қаланың ішін алу үшін 40 километр емес, стрелкаға басып, километрін азайтамыз. 17 километр деп қоятын болсаңыз, то қаланың шетіне ғана, границасын ғана алатын болады да, анау шетіндегі ауыл поселоктардың бәрін алмайтын болады. И бүйтіп, дальше, например, бізге тағы не керек? Қарағанды, например, Карагандинская, так, Қарағанды, Ақтөбе, регион дейді. Так, ну ладно, Сатпаев Қарағанды жарайды. Осыны таңдасақ, например, Сатпаев 17 километр деп қоямыз тоже. Все, біз өстіп өзіміздің қалаған қаламыз таңдай аламыз. Или, например, жаңа айтқандай, общий Қазақстан деп таңдап, включить только города деп тоже істесек болады. Дальше возраст, например, возраст бізде пусть будет лучше, үлкенірек деп аудитория таңдаңыздар, потому что бұл более осознанный аудитория будет, 20 деп, и дальше бізде пусть будут 60, например, 60-қа шейінгі адамдар. Пол, например, все или мужчины, или женщины. Мен всегда женщины деп қана таңдаймын, потому что маған еркектер керек емес менің блогыма. Детальный таргетинг деген вот именно осы жер біздің жаңағы аудиториямыз. Например, интересно, какие бывают, например, SMM-ге қызығатын қандай блог. Вот блог деген шықты. Например, на жерге получается біздің потенциальный клиент өзінің инстаграмында қандай нәрсені іздейді, и сол нәрсені іздегенде біз алдынан шығатындай болу керек та. И, например, ол инстаграм жайлы іздесе, инстаграм деп жазуға болады. Инстаграм.
Вот Instagram жайлы іздегенде мүмкін біз алдынан шығамыз. Или, например, таргет жайлы іздеген кезде біз алдынан шығамыз, таргет, например. Потом, егер де ойыңызда уже интерестер бұт қалатын болсаңыз, сіз вспомните этот урок, который, помните, мен сіздерге на Facebook'a кіріп, өздеріңіздің жаңағы рекламаларыңызға кіріп, сізге Facebook присваивать еткен интерестерді айтып едім ғой, сол интерестерді осы жерге жасаңыздар болады. Например, малый бизнес деген болды менде, малый бизнес. Не малый бизнес. И келесі еще мына жерде рекомендация деген тұр ғой, міне рекомендация деген, соған бассаңыздар, астында вот өзіңіз жаңа таңдаған интерестерге қарай сізге рекомендация береді, например, маркетинг в социальных сетях, фрилансер, YouTube, например, блогинг деп, иә. А егер де сіз салон красоты болатын болсаңыз, можете осылай писать: салон красоты. Салон красоты деп шықты. И, например, макияж. Перманентный макияж. Неше түрлі вот осындай интерестерді қою арқылы и именно сол сөзді или солған қатысты бір теманы іздеген адам сіздің аудиторияңыз болады и сіздің рекламаңыз зорып сізге тіркелетін болады. И даже интерестер саны, например, раз, два, три, четыре штуки, иә. Бұл жерде может быть 5, 6, 7 өзіңіз білесіз қанша, но көп керек емес. Ну, хотя бы бір 5, 6 болса жеткілікті, иә. Все, біз мына жерде бәрін толтырдық. Енді места размещения, где выбор мест размещения вручную надо, потому что бізге барлық жерге керек емес. Барлық жерде отырған қайсы платформа біздің жаңағы жіберетін рекламамыз тек қана Инстаграмға ғана жіберу керек болатын болса, на Фейсбуктағы галочканы алып тастаймыз. Audience Network деген бұл нәрсе біз Фейсбук арқылы или бір какой-то ойын ойнап отырған кезде алдымыздан бір реклама шыға алады ғой, бір 5 секундқа, и сол ойын ойнап отырған кезде шығатын реклама или баннер сияқты шығатын реклама біз приложениеде отырған кездегі, соның барлығы Audience Network деп аталады. Бұл аса қатты эффективно емес. Алып тастаймыз галочканы. Келесі мессенджерден алып тастаймыз, бізде Инстаграмнан алатын болады. И осы Инстаграмға ғана жібереміз. Келесі места размещения, например, біздің жерде лента Инстаграмнан алып тастаймыз. Или, например, біз лентамыздағы жаңағы постағымыз келетін болса, лентаны қалдырамыз. Или сториске қалдыратын болсақ, то лентаны алып тастаймыз. Мен қазір сториске салып көргім келіп тұр, сіздерге көрсетіп. Так, история, видео, история Инстаграмды қалдырамыз. Видео, рилс Инстаграмды алып тастаймыз. Бізге рилсқа керек емес. Все, получается, басқа жердің барлығында бізде галочка жоқ. Біз, получается, куда мы хотим выставить рекламу, там и будет галочка. История в Инстаграм. Так, дальше кеттік. Все. Дальше енді бізде новое объявление жасаймыз. Значит, бұл жерде біз уже тек макетпен жұмыс істейміз. Новое объявление. Қараңыздар, енді идентификация компания. Страница Facebook и аккаунт Instagram екеуі бірге отображаться етіп шығып тұру керек. Егер де мынау шықпай тұратын болса, то нет аккаунта деп тұрады да, и значит, сіздің Instagram'ыңыз бен Facebook'ыңыз бірге байланыспаған деген сөз. Так, енді келесі создать рекламу, формат одно изображение или видео. Кольцевая галерея деген ол кейбір рекламалар болады ғой. 1, 2, 3, 4 деп неше түрлі вот қатарынан кетіп қалатын. Вот соны кольцевая галерея дейді. Мен всегда одно изображение или видеоны қолданамын. Потом дальше медиафайлы. Например, добавить медиафайл, астына басам стрелочканы, изображение, добавить видео, изображение. Егер де видео болатын болса, видео жасайсыздар. И мына жерде біз өзіміздің аккаунтымызда бар стористе саламызға болады, или загрузить деп өзіміздің компьютерімізден дайындап бір макетті қойсақ болады. Вот өзіңіз білесіз, получается, изображение аккаунта деп басып көрейік. Так, например, мен осында бір жаңағы реклама таңдап алдым делік, макет, например, мен өзімде болды біреу. Вот мынандай, например, менің блогымда осындай нәрселер бар, мен жаңағы актуальныйма кіріп қарап көріңіз деген сияқты. И осыны бастым, дальше далее деп басамыз. Готово дейміз. Все, бізде история Инстаграма жаңағы уже мне предпросмотр мына жерде шығып тұр мне. Не, мына жерде шығып тұр, предпросмотр мне. Міне, арам түрспек реклама деп шығып тұрады болады, бізге осы көрініп тұр уже. Так, енді дальше қараңыздар, біз мына жерде біз форматты өттік, медиафайлымызды қойдық. Основной текст мына жерге жазып қойсаңыздар болады. Например, всем привет, там менің парақшама тіркеле қойыңыз деген сияқты. Бұның барлығы бізге қайда шығады? Біздің сторисіміздің астына жаңағы текст болып шығатын болады, мына жерге текст болып шығатын болады. Мен оны нәрсе жазбаймын, поэтому оны қалдырып кетемін. Оны жазбай қойсаңыздар да болады, толтыру міндетті емес. Келесі место назначения сайт деп тұрады. URL сайты деген жерге біз өзіміздің Инстаграмымыздың жаңағы ссылкасын қалдырамыз. Например, вот мне Инстаграм, не. И бұның ссылкасы мне, мына жерде тұр ғой, вот біздің сілтемесі мне. Осыны скопировать етіп аламыз да. URL сайтқа қоямыз.
Так, вставить. Все, вставить еттім. Бізде енді ешқандай қателік жоқ, все бәрі істелінді. Енді біз опубликовать деп өзіміздің рекламамызды жібере аламыз. Менің жаңағы видео мына жерде жауып тұр менің бетіммен. Мына жерде жасыл опубликовать деген кнопочка бар. Соны бассақ, біздің рекламамыз жаңағы шығарылады. Қазір мен басып көрейін, опубликовать етіп. Все, публикация кетті. Аха. Енді біз қайтайық та общий терезеге кірейік. Міне общий терезеге. Так, вот. Общий терезеге кірдім. Міне общий терезеге кірдім. Инстахакер деген жаңа біздің шығарған біздің рекламамыз на проверке деп тұр. Статус показа деген ол, например, менің мына рекламалар действующий деп тұр. Действующий деген ол уже жаңа действующий, значит уже реклама істелініп жатыр. А на проверке деген ол біздің ең алдымен жаңағы Facebook біздің рекламамызды от-до тексеріп алады, потом барып жібереді. И ол сейчас на проверке. Проверка примерно 20 минут болады, кейде 1 сағат, кейде 1 күн болады. И это ни от кого не зависит, өзі Facebook'қа тексереді солай. Стратегия ставок, бюджет, например, қанша қойылды, результат, например, мен уже өтіп кеткен, қазіргі жүріп жатқан рекламалар, например, кликтар 834 клик болған, мына жерде 360 клик болған. Клик деген ол біздің рекламамызға басып кіріп көрген адам саны. Охват деген осыншама адамдардың алдарынан уже өтіп кеткен. Цена за результат, бір клик саны $0.02 шыққан получается менде. И завершается осы уақытта деп менде барлығы уже жазылып тұр. И біздің бірінші рекламамыз қазір проверкадан кейін уже аман-есен өтсе, уже ол тоже действующий болып, бұйырса бізге жаңа оқырмандар алып келеді бұйырса. Сіздерге сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Егер де сұрақтарыңыз болса, чатқа жазыңыздар, міндетті түрде мен сіздерге жауап беретін боламын. Ал егер де бізге мына жарнама керек емес оқылатын болса, қалай жасаймыз, қалай удалить етеміз? Так, былай жасаймыз. Редактировать деп басамыз. Біз жаңағы редакцияға қайтадан келеміз. И жаңағы редакцияда вдруг сізге бір нәрсе ұнамай қалды ма, мы можем смело здесь все изменить. Так, біз енді удалить ету үшін бізде 3 кнопочка бар, 3 точка бар, соған басамыз. Удалить. Удалить дейміз. Все, біздің рекламамыз өшіп қалады. Алдырып тастадым, все, екеуі ғана қалды. И все. Енді болашақта тағы бір реклама жасайтын болсақ, біз жаңағыдай создать деп кіреміз, трафикке басамыз, и жаңағы сәйкесінше дальше біз уже кете береміз жарнама бойынша. Сонымен осы видео сабақ аяқталды. Барлықтарыңызға сау болыңыздар.